Қайырлы кеш. Қалдеріңіз қалай? Әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Жақсы естіліп тұр ма? Наурыз мерекесі құтты болсын. Енді Наурыз деген ол тарихы терең, тағылымы мол, сондай мереке ғой. Бүкіл тіршіліктің жанданатын, жаңаратын кезеңі. Ең бастысы Наурыз деген ол күн мен түннің теңелетін жылдың басы болып есептелетін айы. Оны амал деп те айтады, иә? Амал деген сөз жалпы аман деген мағынаны білдіреді. Қыстан амалдап, жазға аман жету деген мағына. Тікелей түсінетін болсақ та мәні бар, астарын түсінетін болсақ та мәні бар. Қыстан амалдап, жазға аман жету енді. Тікелей түсінетін болсақ, енді қыстағы қиындықтан шығып, жаймен жазға жету деген мағынаны білдіреді. Ал біздің өзіміздің тақырыппен түсіндіретін болсақ, қиындықтың бәрін артта қалдырып, жаңарып, жаңа дәуірге жаңа қадам басу. Қазақтың сөзінің барлығының астында үлкен мән бар. Бір сөзі, 90 ауыз сөзін тобықтай түйін айтып кеткен. Бұлай оқысаң да тікелей мағынасы бар, астыртын мағынасы да бар. Тақырып қандай дейді? Тақырып жаңадан қосылып жатқан, тақырыпты түсініп жатқан адамдар өте көп. Енді бұрыннан бері эфирді көріп жүрген, үнемі жаңағы стористі, Жан-Жихан парақшасын қадағалап отырған оқырмандарым, былайша айтқанда екінші сыныпқа өтті. Тақырыпты жақсы түсінеді, бірақ сіздер азсыздар, сіздер 10%-сыздар. Қалған адамдар енді түсініп жатыр. Бірақ жолдан қосылғаннан кейін кейбір тақырыптарды түсінбейді. Сондықтан жеңіл желпі қысқа нұсқа ретінде не болып жатыр жалпы, сол туралы айтсақ деп едім. Ары қарай енді бізде 1 жыл болды ғой ровно. Былтыр осы уақыттан басталды. Шудың басы да осы кезде басталды. Естеріңізде ма, былтыр 20, 21, 22 күні Шымкент, Тараз жақта 3 күн қатарынан жер сілкінген еді. Сол кезде басталған барлығы екі әлемнің бірігуі. Биыл ровно 1 жыл болды. Міне біз 1 жыл бойы түсініп, бүкіл теорияны да, практика жүзінде де түсініп келе жатқан адамдар 2-ші классқа өтіп жатырмыз. Енді Наурыз деген сөздің өзі, нау деген жаңа деген сөзді білдіреді. Рыз деген енді ол парыз, арыз деген сияқты сөздер бар ғой, қарыз деген. Яғни жаңа нәрсеге жауапкершілікпен жаңа қадам басу деген мағынаны білдіреді. Бұл Наурыздың шығу шежіресін ол түбіне жетпейді екенсің өзі. Бүгіннен бері сол компьютерді ақтарумен, кітаптардың барлығын мынаяққа шашып тастап ақтарумен болдым. Түбіне жетпейді екенсің Наурыз деген, ол зерттесем ана ежелгі Рим, ежелгі Грекке кетіп қалдық, одан кейін ежелгі Руське кеттік. Сол кезден бастап тойланған. Қазір енді ислам мемлекеттері тойлайды деп айтып жүрміз ғой, біз жекешелендіріп алғанбыз өзімізше. Негізінде енді ол жылдың басы деп, күн мен түннің теңелетін уақыты деп 21 наурызды сол кезден бастап тойлаған. Ары қарай түбін зерттей беретін болсаң, зороастризм дәуіріне кетіп қалады екенбіз. Сол үшін бұны енді тоқтата тұрдық. Себебі ар жағын қопару, зерттеу енді ол алдағы уақыттың еншісінде.
қатып тұр дейді. Давайте мен комментарийді өшірейін, лайк баспай тұра тұрыңыздар. Даусым естіліп тұр. Ең бастысы, сұрақтарыңыз болса, сұрақ белгісіне әдеттегідей қоярсыздар. Енді сол кезден бастап енді түбіне жетпейді екенсің Наурыз мерекесінің. Оның Наурызды зерттейміз деп көп нәрсені мына жақтан біз тауып жатырмыз. Енді оны миыларыңызды ашытпай ақ қояйық. Алдағы уақытта эфирде айтатын боламыз. Жалпы жаңағы Маңғыстау деген сөзге қатысты, ман деген жаңағы мықты адам болғанын, жалпы Маңғыстау деген сөздің өзі мандардың қыстауы деген мағынаны білдіретін, ман деген адам атамен қатысы бар екен, оның ар жағында Нұх қауымы, Адай, солардың барлығын зерттеп кеттік осы Наурыздың арқасында. Бірақ бүгінгі эфирде ауыр болып кетеді, сондықтан реттеп барлығын келесі эфирде айтармыз. Бір жағына келетін болсақ, Наурыз 1926 жылдан бастап тойлауға тыйым салынды кеңес үкіметі кезінде. Яғни дінге жетелеу, сектантство деген сияқты нәрселермен мүлдем тыйым салынып тасталды. 1988 жылдан бастап қайтадан тойлана бастады. Сол негізі 1986 жылдағы желтоқсан көтерілісі бар ғой, сол үлкен нәрсенің нүктесін қойды жалпы. Енді жердегі тарихты білеміз, бірақ та үлкен түйін басқа өлшемде ғарышта болып жатқан болатын. Енді біз қазір айтамыз ғой, ақ пен қараның күресі деп. Сол күрестің барлығы негізі ғарышта болып жатты. Жерде сол желтоқсан оқиғасы негізінде бізге көрініс берді. Сол 86 жылы қара күштер дейміз ба, төменге тартатын күштер ғарышта жеңіліс тауып, 88 жылдан бастап жер планетасына сығырайып, жарықтың күші түсе бастады. 1989 жылы ең алғаш Крайон деген періште өзінің жолдамасын жеткізе бастады. Жаңағы тылсым әлемнен, оны ченнелинг деп айтамыз, шетелдіктерге жеткізді ең алғаш. Қазіргі күнге дейін сол жолдамаларды жеткізіп, жалпы не болып жатыр, біз сол арқылы білдік. Осындай өзгерістер көптеп болуда. Ал 1991 жылы енді еліміз тәуелсіздік алды, білесіздер. Содан бастап енді бері қарай тарихты білеміз ғой, қандай оқиғалар болды. 2012 жылдың 21 желтоқсанында жарық күштері толықтай жерге кірді. Ол ескі дәуірдің кеткенімен көрініс берді. Су құйғыш дәуірі, балық дәуірі деп айтып жатыр қой. Әр дәуір жалпы 2000 жылға созылады. Су құйғыш дәуіріне дейінгі 2012 жылға дейінгі 2000 жыл бұл ең адамзат үшін самый ужасный жылдар болды. Кәдімгі дно дейді ғой, дноға түскен кезіміз. Әрине, жердегі адамның көзімен қарайтын болсаң, яғни өткен өзіміздің өмірлерімізге, өткен опыттарымызға қарайтын болсақ, ужас деп айтамыз әрине, бірақ та позитивті тұрғыда, яғни рухтың көзімен қарайтын болсақ, үлкен жердегі адамзат сабақтан өтті. Қазіргі деңгейге жетуіміз үшін. Так, неден бастасам екен? Жалпы айналамыздың барлығы ұқсастық заңы, көктем мерекесі бағана айттық қой, ол жанданатын, жаңаратын уақыт. Ағаштарға қарайтын болсақ, көктемде бір жарады, ол адамның туылуы сияқты, адамның жастық шағы сияқты, ол жаз бойы жайқалып өсіп тұрады. Күзде сарғаяды, адамның қартайғаны сияқты. Одан кейін қыс түскенде топыраққа кетеді, яғни адамның физикалық денесін тастауы сияқты. Көктемде қайтадан жапырақ жаңағы бүр жарып, бүршік атып,
бұл адамның қайта туылуымен көрсетіп тұр. Айналамыздың барлығы ұқсастық заңы, бірақ біз бұрынғы уақытта оны елемедік, бұндай құбылыстарды белгіні түсінбедік. Енді неге екенін айтып берейін. Биылғы бұл наурыз, бұған дейінгі наурызбен салыстырғанда ерекше, тіпті былтырғы кезбен де салыстыра алмайсыз. Осы тақырыптарды түсініп, бірде түсінбей, жаңағы зарядкасы бірде өшіп қалып, бірде тоққа қосылған адамдар отыр ғой осы жерде. Солардың өзінен бір жыл бұрынғы өзіне қарайтын болсақ, үлкен айырмашылық бар. Былтыр наурызда сіз қандай болдыңыз, биыл қандайсыз? Үлкен айырмашылық бар. Немесе осы тақырыпты түсініп, ізденіп жатқан адамдар өте көп. Оларға да айтарым, келесі наурызға дейін сіз өзіңізді танымай қаласыз. 2024-тің бұл наурызы, яғни 20-сы мен 21-ші наурыздың арасында күн мен түн теңелді деп айтады, бірақ негізінде 14 мен 15 аралығында ғой теңелетіні. Алапат энергияның күннің вспышкасы болуы, ол сол 20-21-нің арасында болды. Бүгін Шуманның герці 77-ге көтеріліп тұр. Таңертеңнен бастап білінді, басымыз кәдімгідей ауырып, құлағымыз күңгірлеп, білініп жатыр жердің герцінің көтерілуі. Сол наурызда айтып жатырмын, эволюциялық тұрғыда адамзат биыл тағы да есейді. Бұл есею енді тоқтамайды, ары қарай кете береді. Бірінші класстан біз рухани әлемнің екінші класына өттік. Қазір көп адамдар былай хабарласады. Енді Инстаграмда да жазады ғой. Енді тақырыпты түсініп жүрген адамдар бұл состояниеден өтіп кеткен шығар. Бірақ өте көп адам былай дейді. Өң мен түсті ажырата алмай өмір сүріп жатқан сияқтымын дейді. Не көп ұйықтай берем, не түнде мүлде ұйықтамайтын болдым дейді. Кәдімгі күн мен түнді ауыстырып алдым дейді. Одан кейін жұмыс істеп жүргендер айтады, бұрын вроде мына жұмысты кәдімгі қалыпты өмірмен жұмыс істеп, айлығымды алып, вроде бәрі нормальный сияқты еді. Бірақ соңғы кезде жұмысқа деген желанием кетіп қалды дейді. Барғым келмейді. Денемді сүйреп апарам. Не үшін өмір сүріп жүргенімді білмеймін. Шығып кетейін десем қорқамын дейді. Вдруг мен жаңағы жұмыс таппай қалам, қарызым бар, кредитім бар деген сияқты. Енді көп адамның басында болып жатқан жағдай ғой. Бірақ ана жұмысқа барғым келмейді, әйтеуір энергиям бітіп қалады, барсам бітті дейді. Не істесем болады дейді. Өзіме не керегін білмей сансыраймын. Бұрын араласып жүрген ортам болса, даже туған туыс болсын, мысалы, той болсын, құдалық болсын, туған күн болсын, бұрын нормальный араларында отыратын едім. Қазір сенсеңіз отырғым келмейді дейді. Мен ана жерде просто отырғым келмейді дейді. Балам, бірақ барған жеріме барамды, ол жерде опять бірдеме жетпейді дейді. Жан таласып жүрем, үйге келем, опять өз-өзіме сыймайым, теріме сыймайым. Ақша табуын тауып жатырмын, бірақ қарызға белшеден кіріп жатырмын. Кредит алам, ақшаны қайда жұмсап жатқанын білмеймін. Бір бітпейтін сансырау. Енді колесо сансары деген осы нәрсе ғой. Білесіздер, колесо сансары деп айтады. Білмесеңіздер, интернеттен қарап көрсеңіздер болады. Араласпайын десем, араласқым келмейді дейді туысқандармен, достармен. Бұрын араласып жүрген ортамен араласқым келмейді вообще. Ешкімді көргім келмейді. Араласпайын десем, опять қорқам. Жаңағы жұмыстан шығып кетсем, ақша таппай қалам, аштан қалам ба деген сияқты қорқыныш. Егер араласпасам, ертеңгі күні менің де балам үйленеді. Ертеңгі күні мен де той жасаймын.
ертең менің де басыма қиындық түседі. Сол кезде ол туған туысқандар араласпай кетсем, маған келмей қойса қайтем, көмектеспей қойса қайтем деген нәрсе тұрады. Сол үшін өзімді сүйреп, жаңағы барғым келмейтін ортаға барамын, барғым келмейтін қонаққа өзімді сүйреп апарамын, бірақ ол маған ұнамайды дейді. Сосын үйге келемде ауырам дейді. Мен ауырмаймын дейді, бірақ ауырам дейді. Түсіндіре алмаймын дейді. Қасымдағы жаңағы балаларыма, шешеме ауырып жүргенімді айтайын десем, айта алмаймын. Өйткені мен сапсаумын, физикалық денем сапсау, екі мүшем сапсау, көзім көреді, аузым сөйлейді, сау адамның тамағын жеп отырмын, бірақ ауырам дейді. Вот қай жерім ауыратынын білмеймін дейді. Өте көп адамдар осындай. Рас екен, 20-20. Қысылам дейді. Ауа жетпейді дейді. Жүрегім шаншиды. Паническая атака дейді түнімен. 3-4-тің мезгілінде оянып кетем, бітті дейді. Мен қазір өлем деген қорқыныш. Кәдімгідей мен андай немес, онымен шатастырмаңыздар. Бастырылып қалу емес, ол бастырылып қалу, ол басқа тақырып. Мынау өліп қалам деген қорқыныш. Мен өліп қалсам, біріншіден мен балаларым әлі кішкентай, егер балалары бар болса. Балалары жоқ болса, мен өліп қалсам, менің артымда қарыздарым бар. Өліп қалсам да артымнан жақсы сөз ермейтін болды. Ол қарыздар әке-шешеме қалады. Сол уайымдау. Сөйтіп, дәрігерге барам дейді, жаңағы эндокринологқа барам. Ештеңке таппайды дейді. Кәдімгідей анализ тапсырып, бармаған ауруханам жоқ, ештеңке таппайды, сен денсаулығың жап-жақсы, аттай деп айтады. Енді не болып жатыр енді? Айтыңызшы, не істеймін дейді да адамдар. Енді құрбыларыма айтатын болсам, жаңағы ер адамдар достарыма дейді ғой, енді ер адамдар тем более айта алмай жүр. Кімге айтарын білмейді. Көктем келді ғой, саған витамин жетпейтін шығар. Немесе жаңағы психологқа барсай, осындай нумеролог көмектеседі, регрессолог көмектеседі деп айтады. Мен бәріне бардым дейді. Тағы бір топ адамның сөзін айтып отыр. Кім бар, кім көмектесе алады дейді, соның бәріне бардым. Емші, балгер, ешқайсысын қалдырған жоқпын дейді. Тіпті молдаға дейін бардым, может, менің ішімде жын бар шығар. Себебі оңаша отыра алмаймын. Оңаша отырсам, жаңағы бір нәрселер көрінеді. Көрінгенде жаңағы бірдей сан көріну, жаңағы басымның ішінен сөйлеп жатқан сияқты, түсімде аянмен кеп бір нәрселерді көрсетті деген сияқты нәрселерді айтады. Енді ескі дәуірдің миымызға құйып қойған установкасы ғой. Ішімде жын бар шығар деп қорқып, имамға, жаңа молдаға бардым, оларда ештеңке таппады. Айналып келгенде мен білмеймін өзіме не керегін дейді. Психологқа да бардым, неше түрлі травмамен жұмыс істе, хат жаз, кешірім сұра, өйтпейді деді, оның барлығын істедім. Бірақ жанымда тыныштық жоқ, жүректің шаншуы басылар емес, дем жетпей қалады, өмір қызық емес. Бір пустота көкейде, ештеңке қызық емес. Дүнием бар болса да қызық емес, дүнием жоқ болса да қызық емес дейді. Қазір сондай құлазу, сондай бір құлау пайда болды дейді. Соңғы 1 жылдың көлемінде біз енді регрессологияны айта бастадық қой. Регрессологқа да бардым дейді. Соңғы кезде проект, сканер деп айтып жатыр. Оған да шапқылайды адам. Бірінші очередь кімдер шапқылайды? Қарызға кіріп кеткен адамдар шапқылайды. Өте көп, соңғы 2 жылдың көлемінде қарыздың үстіне қарызға кіріп жатқан адамдар, сосын кредитке кіріп кеткен, алаяққа тап болған, сетевойдың жаңағы құрбаны болып, босқа күйіп кеткендер бар, крупный қарызға кіріп кеткен, осыдан 5 жыл бұрын кәдімгідей миллионер болса, бүгінгі күні Яндекс таксиде таксовать етіп жүрген адамдар өте көп. Білмейміз дейді. Өміріміз 180 градусқа өзгерді дейді. 3 жыл бұрын
менің өмірім бұндай емес еді дейді. Сосын тағы бір топ бар, 3-4 жылдың көлемінде аяғым жүрмей қалды, просто тупо отырмын, врачтарға бардым, бүкіл сүйегімді, может ана нерв шығар, анау шығар, мынау шығар дейді да, нақты ештеңке айта алмайды. Енді біреулері жаңағы эпилепсия сияқты ауру пайда болды дейді, біреулерде жаңағы біресе онкология бар деп айтады дәрігерлер, екінші рет тексерілсе жоқ деп айтады. Осындай бір бітпейтін қазір адамдарда өмір болып жатыр. И бірінші очередь не істейді? Біздің эго дейікші, эгомыз жеңіл жолды іздейді. Психолог дейма психологқа барады, нумеролог дейма нумеролог, регрессолог дейма регрессолог, проект дейма проектке барады. Бірақ айналып келгенде барлығын өзіңізге жауапкершілікті артып береді. Жауаптың барлығы ішіңде дейді. Келесіде тағы ренжисіз. Қайттан стрелканы маған бұра салды ғой. Сондықтан айтылып жатқан, болып жатқан өзгерістерді түсінуге тырысыңыздар. Арғы жағын, түбін түсінуге тырысыңыздар. Оңаша отырып, өзіңіздің ішіңізге үңілуге тырысыңыздар. Өйткені сіз шапқылай бергеннен одан пайда жоқ. Мына беріліп жатқан қазіргі ғылымдар, беріліп жатқан құралдар барған сайын күрделеніп баратыр. Егер сіздің мына жағыңыз өзгерісті қабылдай алмай тұрса, одан әрі істі ушықтырып алуыңыз мүмкін. Мысалы, психолог сіздің жаңа травмаларыңызбен жұмыс істеді, жаныңызбен жұмыс істеді. Нумерологиядағы жаңағы неге сол күні туылдыңыз, сол жылы неге туылдыңыз, планетаңыз неғып ондай, неге нақты сол сағатта туылдыңыз, оны айтып береді. Барлығы құрал болып тұр сізге. Ешқайсысы дұрыс емес, ешқайсысы бұрыс емес деген сөз емес. Бәрі дұрыс, бәрі бөлек-бөлек құрал. Сізге просто беріліп жатқан олар подсказка. Ал енді сөйттіңізде мына бір мощный құрал шықты деп біз айтып жүрген проектке жүгіріп келуге тырысасыздар, бірақ ол одан да күрделі. Бұл жерде пах етіп карма дегеннің есігі ашылады. Ал сіз өткен өмір туралы, карма сабақтары туралы, дәуірлердің өзгерісі туралы түсінбесеңіз, сіз одан әрі істі ушықтырып аласыз. Өйткені бұл жерде уже ашық айтылады қазір барлығы. Өткен өмірді сіз көруге дайынсыз ба? Міне сұрақ. Қазір сіздің жаңағы 3 жыл көлемінде эпилепсия сияқты аурумен ауырып жатқаныңыздың себебін тыңдауға сіз дайынсыз ба? Міне сұрақ. Бұл жерде мысалы біз логикаға салмаймыз. Не көрсетіп тұр? Рухыңыз, высшияңыз не айтып тұр? Соны жеткіземіз. Логикаға біз салатын болсақ, ана жерде уже не болып кетеді? Құранды оқып, өзінің бағытына қарай бұрып түсіндіретін адамдар болады ғой. Өзіне пайдалы тұсын жеткізу. Сол сияқты болып кетеді. Біз логикаға салмаймыз да, сіздің высшияңыз, ана жақтағы рухыңыз не айтып тұр? Бірден жеткіземіз. Мысалы айтса сізге, сіз не үшін 3 жыл көлемінде жаңа эпилепсия сияқты аурумен ауырып, дірілдеп, аузыңыздан көбік ағып сөйтіп қаласыз. Себебі бізде болған оқиға ол соғысқа балаларды жинайтын болған, өткен өмірінде. Сол кезде 10-12 жастағы балаларды алып кете берген, бір әйелдің жалғыз баласын алған, сонда әйел қарғаған. Егер мына балаға бір нәрсе болатын болса, қаны сенің мойныңда. Қалай өледі? Тура сол сенің басыңа келсін дейді ғой. Енді қазір сол эпилепсиямен ауырып тұрған ер адам, сол кезде соғысқа балаларды жинаған адамда жаңағы әйелдің, кемпірдің баласы соғыста басына оқ тиіп, аузынан көбік ағып, дірілдеп өлген. Қазір тура сөйтіп өзі мынау ауырып жатыр. Ал қарғыс айтқан жаңағы кемпір бұл кісінің әйелі болып кеп тұр. Осы өмірде екеуі келісіп келген ғой. Сол өмірдің кармасын үземіз. Әрі сен айтқан қарғыстың энергиясын қайтадан қайтарып аласың деген нәрсе. Қайта ол кісілер бұл теманы түсініп тұр, түсінді де қабылдады.
енді жарты жыл көлемінде ма қалпына келеді деді. Ана кісі тепсе темір үзетін жігіт екен. Так, дауыс қалай болып тұр екен, бір комментарийді қоса салайын, иә.